Армысыздар, бармысыздар? Біздің қымбатты тыңдармандарымыз, арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек шаттық пен қуаныш болсын. Бүгінгі атқан таңдарыңыз аряланып атып, барша қазақ еліне, барша алаш жұртына тек жақсылығымен келсін. Қымбатты тыңдармандар, мен ендеше әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме СССР-дің заманында, нақтысын айтқанда 1978 жылы Новосибир қаласынан қамауда отырған 3 зек қашып шығады. Осы жөнінде бар білгенімді ортаға саламын. 1978 жылы Новосибирск қаласының түрмесіне абақтыға қамалған 3 зек осы түрмеден қашып шығады. Бұл бұлай болған еді. Геннадий мен Григорий орыс ұлтының азаматтары, жандарында кәріс ұлтының азаматы Толик деген жігіт, үшеуі бір камерада отырады. Ол кезде СССР-дің заманында дәл қазіргідей бейне бақылаулар жұмыс жасамайтын кез. Ол уақытта СССР-дің заманы завод, фабрика дегеніміз тоқтатпай жұмыс істеп тұрған кез. Халық қараны тоқ, жұмысы бар, қайғы уайымсыз өмір кешіп жатқан кез еді. Қазіргідей ол уақытта 1500 кісіден 2000 кісіден түрмеде отырмайтын, ары барса 300 зектер отырушы еді түрмелерде. Міне осы уақытта шағын кішкене камерада 4 адамдық, осы камерада 3 адам болып қамақта отырады. Зектерді азанғы 11-лерде прогулка, яғни серуендеуге шығарып тұратын. Бірде серуендеуден келген Геннадий шканардың астына түсіп, рюкзактарын, заттарын алып жатып, бұлардың камералары бірінші қабатта еді. Рюкзакты жылжытып жатып, бетонның ойылған жерін байқайды. Астына түсіп қараса, бетон кәдімгідей жарылыпты. Дереу Григорийді шақырып, әлгі жарықты Григорийға көрсетеді. Не керек үшеуі соңында келісіп, кезектеп қазатын болып, бірінші кісі сиятындай қылып, бетонды ойып, қолдарындағы асы шетін қасықтарымен шұқылап, ақырындап бетонды ойып алады. Бетонды ойып алғаннан соң, астындағы жұмсақ топырақты қолдарындағы қасықпенен ақырындап қазып топырағын шығарып, ол уақытта қазіргідей заманауи түрме емес, сыртқа дәретке шығатын жерлерін питак деп атайтын, сол питаққа суға араластырып, топырақты ағызып отырады. Топырақты көп қылып салып, суда жіберсе, бітеліп қалуы мүмкін. Сондықтан ол уақытта әр камерада темір тазик тұратын. Сол тазикке топырақты салып, үстінен су құйып, әбден араластырып, питактан ағызып отырады. Прогулкаға шыққан кезде қалталарына қос уыстан топырақ салып, серуендейтін жер түрменің 3-ші қабатында еді. Төбесі ашық тормен қоршалған. Осы серуендеуге шыққанда қалтасындағы топырақтарын себелеп сөгіп кетеді. Бір жерге үйіп тастаса, милициялар сезіп қоюы мүмкін. Төбесі ашық болғандықтан, далада анша-мұнша кірген желменен кірген топырақ болар деп, дневальныйлар сыпырып шығарып тастап тұрады. Не керек? Бір жұмада кісінің белінен келетіндей үңгір қазады. Түнде өтірік ұйықтаған болып, фуфайкілерін орап, шканардың үстіне қойып, өздері кезектесіп, үңгірге түсіп, үңгірді ұңғылап қаза береді. Түнімен шығарған топырақты тазиктегі суға араластырып, питактан ағызып жіберіп тұрады. Міне осылай 10 күнде едәуір терең қылып қазады. Серуендеуге шыққанда тура 3-ші қабаттан төбені қоршаған, яғни бекіткен арматураларға турникке асылған адам ұқсап тартылып, түрме менен забордың ара қашықтығын есептейді. Забор менен түрменің арасы 5 метрдей болады екен. Серуендейтін бөлме тура бұла жататын камераның төбесінде еді. Міне осылай күнде қазып, ендігі жерде заборға қарай, яғни бостандыққа қарай қаза бастайды. Енді жантайлап қазу сәл оңайлыққа түседі. Себебі қазған топырақтарды өздері қазған шұқырдың табанына тастап, таптап, анша-мұнша артылған топырақты суға араластырып, ағызып жіберіп тұрады. Өздерінің есебі бойынша 7 метрдей қазған кезде ақырындап төбеге қарай қазады. Күндердің бір күні төбеден саңлау байқалады. Төбеге жеткенін біліп, ертесіне ең соңғы мәрте қазып сыртқа шығатындарын түсінеді. Келесі күні түнде ақырын қазып отырып, ең соңғы мәрте қасықтарын төбеге қарай ұрғанда, төбеге қасықтары жерді тесіп өтеді. Дереу қолдарын тығып, тесікті кеңейтіп, кеуделерін сыртқа шығарса, 1,5-2 метрдей забордан ары шығып тұр екен. Дереу сыртқа шығып, бір-бірінің қолынан тартып, үшеуі сыртқа шыққаннан соң, қаладан тыс, шеттеу жаққа
таң атқанша қашып кетеді. Таң азанда проверка болар кезде камераны ашса, төсектерінде ұйықтап жатқан зектер болар деп, кіріп келген түрме қызметкерлері подъем деп айқайлағанда ешқандай қимыл білінбейді. Одеялды тартып қалса, адамның орнында бүктелген күбайкі жатыр екен. Келесі одеялды тартса, ол да сондай. Дереу түрме қызметкерлері шканардың астына қараса, кісі сиятындай тесік тұр. Бұлар дереу түсінеді, дереу дабыл қағып, қуғыншылар ізге түседі. Бірақ әлгі үшеуі қолға түспей қашып құтылады. СССРдің заманында да жалдамалы жұмыстар болған. Қашқан үш зек әр жерге түнеп, ауылды жерлермен жүреді әдейі. Өйткені милициялар ауылды жерлерде көп жүрмейтін. Осылай сатылап Ресейден шығып Қазақстанға келеді. Ол кезде 16 мемлекет СССРдің құрамына кіретінбіз. Қазақстанға келіп, тура Шымкент қаласына ат басын тірейді. Шымкент қаласында әр жерде бір қонып, ол уақытта заман тыныш, бұндайларды биштер деп ешкім аса мән бере бермейтін. Бұлар қалған ауқаттарды, қатқан-пұтқан нандарды жеп, 1-2-3 күн Шымкент қаласында парктерді паналап жатып жүріп, 1-2-3 күннен соң автовокзалға келіп, шалғай аудан, ол уақытта Алғабас ауданы деп аталатын, орталығы Шаянға келеді. Шаянның автобекетінің қасында Ақжол деген кафе болатын. Сол кафеден қатқан-пұтқан нандарды алып, Геннадий, Григорий, Толик үшеуі Ақжол кафесінің жанында тұрған кезінде Ұлы Отан соғысының ардагері Өскенбай деген қария, ол кісінің кеудесі толы орден медальдар болатын. Ол кісі ауданға өте сыйлы, Ұлы Отан соғысының ардагері, еңбек ардагері, өте мықты кісі болатын. Өскенбай қария бала шағама үлкен қылып үй салып беремін деп, ол уақытта менің замандастарым жақсы біледі, үй соғатын болса, осындай қаңғып жүрген орыстарға соқтыратын. Өскенбай қария Ақжол кафесіне кіріп бара жатып, жанында тұрған екі орыспенен көзі сығарайған не моңғол болар, не кәріс болар адамдарды байқайды. Өскенбай Ұлы Отан соғысына қатысып, соғыстан соң Алматы қаласында жоғары оқу орнында оқып, орысшаны жақсы сөйлейтін. Кафенің баспалдағына көтеріліп бара жатып, басына ой сап ете қалады. Осы үшеуімен сөйлесейін, мүмкін осылар үй соғатын шығар деген ойменен кафенің баспалдағынан төмен түсіп, әлгі адамдар тұрған жерге келеді. Дауыстап амандасып, жағдай сұрасады. Әлгілер де жылы шырай білдіріп амандасады. Өскенбай денсаулық сұрасып болғаннан соң, үй соғасыңдар ма деп сұрайды. Әлгі үшеуі иә соғамыз деп жауап береді. Аттарын айтып, біреуі Григорий, екіншісі Геннадий, үшіншісі Толик дейді. Олардың шын аты дәл осылай ма, оны ешкім білмейді. Не керек? Өскенбай қария әлгі үшеуін ертіп кафеге кіреді. Төртеуі бір үстелге жайғасып, тамаққа тапсырыс береді. Арада кішкене уақыт өткенде 4 адамға тамақ келеді. Тамақтарын ішіп жеп болғаннан соң, Өскенбай қария әлгі үшеуін ертіп, өзінің ауылына автобусқа отырғызып алып келеді. Өскенбай қарияның үйі ауылдың ең жоғарғы жағында болатын. Үйге ертіп келген Өскенбай қария әлгі үшеуіне үй соғатын жердің орнын көрсетеді. Әлгі үшеуі жерді көріп, биіктеу жерін нан болмайды деп, ірге тасты осы жерге құямыз дейді. Григорий дереу есептеп, қанша тас, қанша цемент керек екенін есептеп жазып береді. Өскенбай қария ауданға өте беделді болғаннан соң, дереу аудан орталығына барып, келесі күні айтылған заттардың бәрін әкелдіреді. Не керек? Әлгі үшеуі 10-12 қылып, үйдің ірге тасын бастап кетеді. Аванс деп 50 сом, яғни 50 рубль оларға Өскенбай қария беріп қояды. Негізі бүкіл жұмыстарын 200 сомға, яғни 200 рубльға келседі. 50 рубльді алған әлгі үшеуі Өскенбай қарияның Асқанбай деген кенже ұлы болатын. Сол кенже ұлына 3 бөтелке араққа ақша беріп, ол уақытта бір бөтелке арақ 5 сом тұратын, яғни 5 рубль. Асқанбай магазин ол уақытта тек өкіметтікі болатын. Магазин менен үйдің арасы 2 шақырымдай жер еді. Велосипедіне мініп, Асқанбай заулап отырып, магазинге келіп, 3 бөтелке арақты алып, әлгі үшеуіне әкеліп береді. Кешке жұмыстан соң үшеуі отырып, қазаның астына от жағып, ол уақытта суп деген болатын, пакеттеулі тұратын. Сондай супты қайнаған суға салып, піскеннен соң тосақтарына құйып алып, 100 грамды ішіп отырып, суптарын ішіп алады. Осылай 10 күн дегенде үйдің іргетасы құйылып болады. Әлгі үшеуі Өскенбай қарияға құйып болдық, біздің ақшамызды беріңіз дейді. Өскенбай қария қалған ақшаларын беріп, енді кесек құясыңдар дейді. Ол уақытта қалыпқа лайды салып, 3-4 деген қалыптар болатын. Осы қалыптағы лайды тегіс жерге апарып құйып, соның кепкенін күтетін. Әлгі үшеуі
әр қышты 20 тиыннан, ол вақытта тиынды копеек деп атайды, 20 копеектан құятын болады. Григорий есептеп келіп 25 мың қыш керек болады дейді. Өскенбай қария келістік деп, әлгі үшеуіне 3 қалып әкеліп береді. Әлгі үшеуі келесі күні лайларын дайындап, іске кіріседі. Қалыптың төмен жағына кішкене салып тұрасыңдар деп, ескі сабаннан бір телешкі сабан Өскенбай қария әкеліп береді. Не керек жұмыс басталып, күнде 1000 қыштан құяды. Бір айға жуықтаған уақытта барлық үйге керек қыштарды құйып бітеді. Бұл кезде үйдің ірге тасы да дайын болып тұрған еді. Қыштың алғашқы құйылғандары жел қағып кеуіп, дайын болып қалған екен. Енді әлгі үшеуі айтады, еңбек ақымызды беріңіз деп. Өскенбай қария уәделескен ақшасын беріп, енді үйдің қышын қалауды бастыңдар дейді. Әлгі үшеуі үйді бастар кезде үйдің 4 бұрышына 4 бөтелке арақ қою керек дейді. Өскенбай қария Асқанбайды магазинге шаптырып жіберіп, 4 бөтелке арақ алдырады. 4 бөтелкені бұрышына қойып, бірінші бастайтын бұрыштағы арақты ішіп алып, үшеуі үйді бастап кетеді. Күнде 2 қатардан жүргізіп отырып, 20 күнде үйдің дуалын қалап бітеді. Өскенбай қария келіп, үйдің түп-түзу шыққанына рахметін айтып, ақшасын береді. Осылайша үй өз пішімін көрсетіп қалады. Ендігі жерде теректерден кесілген, қабығы ашылған адамның құшағындай үлкен теректерден үйдің төбесіне балка қойылып, тоқал сыбақ деп аталатын ол уақытта тоқал сыбақтың лайы салынады. Тоқал сыбақтың лайына асар деп Өскенбай қария ағайындарды шақырып, бірақ күнде құйып тастайды. Ендігі жерде үйдің шатырын жабу әлгі 3 адамға қайтадан жүктеледі. Бағасын келісіп, 10 күннің ішінде үйдің төбесі жабылады. Енді үйге әйнек терезе қою керек. Оны да әлгі 3 адам қойып орнатып береді. Ол уақытта қарасылақ деген болатын. Сабанға лайды әбден пісіріп, бірінші қарасылақпен сылап, қарасылақтың үстінен жылқының қиыны әбден араластырып, қазір сложный сылақ деп аталады ғой, сол сықылды сыртынан сылайтын еді. Үйдің ішін қара сылақтан соң құм сылақ деп, өзеннің майда құмына сары топыраққа араластырып сылайтын еді. Не керек? Үйдің ішін сылағаны бар, үйдің сыртын сылағаны бар. Үйге ол уақытта пол қағылатын. Пол деп отырғанымыз еден. Еденнің бәрін қағып, үйдің ішіндегі есіктерді орнатып, еденді сырлап, үйдің ішіне электр жүйесі орнатылып, үй көшіп келуге дайын болады. Бұл уақыт октябрь айының ортасы еді. Үйіне көшіп келген Өскенбай қария әлгі үшеуінен сұрайды, ендігі жылы көктемде қора салдырамын. Қыстай күн суық қар жауады. Егер ендігі жылы менің қорамды соғамын десеңдер, өзінің ескі үйін соларға беретінін айтады. Әлгі үшеуі қуана-қуана келісе кетеді. Себебі Өскенбай қарияның үйіне ешқандай милиция келмейтін еді. Бұл үшеуінің емін-еркін өмір сүруіне бұл қолайлы болатын. Сондықтан үшеуі келісе кетеді. Қыс бойы Өскенбай қарияның үйінде қыстап шыққан үшеуі көктем айы бастала салысымен мал қораның іргетасын құятын жерді дайындайды. Май айы болғанда 20-да 5 қылып мал қораның іргетасын құяды. Іргетас біткеннен соң бұлар қыш құюды бастайды. Бір күні Өскенбай қариядан ақша алып, Өскенбай қария жаңа тастағы жиендеріне барып келемін деп жол жүріп кетеді. Әлгі үшеуі ақшаны алып 5-6 бөтелке арақ алдырып, тура үйдің жанында сарқырап өзен ағып жататын сол өзенді жағалап, жейтін ас-ауқат нандарын алып, қолдарына қармақ алып, өзеннен қармақпен балық аулайды. Арақтарын сеткеге салып, өзеннің мұздай суына батырып қояды. Ауылдан 1,5 шақырымдай ұзап, айналаның бәрі көпкөмбек. Өзеннің жағасы жайқалған құрақ қамыс, ұстаған балықтарын алып, ішін тазалап, кастрөлге су құйып, уха жасайды. 5 бөтелке арақ шамадан тыс болып кетті ма, Григорий мен Геннадий ерегісіп қалып, төбелесіп қалады. Біраз төбелес қызған кезде Толик Григорийға жақсасып, Геннадийді ұрады. Айқай-шудың даусы қатты шыққаны сонша, жанынан өтіп бара жатқан адамдар, мыналар бірін-бірі өлтірер деп, участковыйға хабарлайды. Ол уақытта участковый деген 3 аяқты мотоциклмен жүретін Урал деген мотоцикл болушы еді. Участковый Урал мотоциклмен келіп, әлгі төбелесті ажыратайын десе, Геннадий қолына пышақ алып, участковыйға жүгіреді. Участковый бұлардың үшеуін бірдей құрықтай алмайтынын біліп, ауданнан опергруппа шақыртады. Опергруппа жетіп келіп, үшеуінің қолын бұрап, РУВД-ға алып кетеді. Сол күні кешке әлгі үшеуі үйге келмейді. Ертесіне Өскенбай қария үйіне келіп, әлгі 3 жұмысшы жоқ болғаннан соң, көрші қолаңдардан сұрайды. Асқанбай мен білмеймін, балық аулаймыз деп кеткен деп, олардан бейхабар екенін айтады.
көрші қолаңның біреуі, олар арақ ішіп төбелесіп, милициялар алып кеткенін айтады. Өскенбай қария орден наградаларын тағып, ровдыға келеді. Ровдыға келіп, әлгі үшеуін іздеп келгенін айтады. Кезекші милиция, иә бізде қамауда отыр, біз ешқандай ақпарат бере алмаймыз. Начальник милицияға өтініш жазып кіріңіз, сол кісіден білесіз дейді. Өскенбай қария дереу өтініш жазып, начальник милицияға кіреді. Начальник милиция орнынан тұрып, қарияның қолын алып, жанындағы орындыққа отырғызады. Сонан соң барып, Өскенбай қарияға айтады: біз ол үшеуін жібере алмаймыз. Бұлар күдікті болып, қамақта отырады. Әзірге бар айтарым осы деп, қарияның арқасынан қағып, шығарып салады. Бір айдан соң белгілі болады, әлгі үшеуінің абақтыдан қашқаны. Сонда да болса, бір барып көрейін деп, ровдыға келген Өскенбай қарияға ол үшеуін кеше ғана этаппен алып кеткенін айтады. Өскенбай қария тым құрмағанда рахметімді айтып, алғысымды айтар едім ғой деп үнсіз қалады. Міне қымбатты тыңдармандар, арақтың кесірінен өз құйрықтарын өздері ашты. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жиылса көл, тамшыдан теңіз құрылады деуші еді қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып, қарыштай берсін. Сіздерменен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.